Облыс боюнча мигрант атты иш-чара жүргүзүлүүдө. 3 күндүк рейд барысында 100ге жуық шет эл азаматтары аныкталды. Сакчылар жеке курулуш нысандарынан баштоодо жөн көрдү. Сен ішіп аласың ғой? Мына тем более ішіп алған екен. Ішкем, кече ішкем. Қалай кеше ішіп? Сен вообще ішіп аласың сен. Арнайы автобусқа келимсектерди миңгизип, армен карай жол тарттык. Жол жөнөкөй мына балабакчадагы жумушкерлер көзгө түштү. Курушчулардын соңунан чыккан азаматча инспекторго телефон менен сүйлөшүүдө суранды. Куда здесь приявить? А? Хорошо, но бірақ паспорттан алып келіңіз, неге де? Шалынган коңгуроодан натыйжа чыкпады. Содан Казгырт шагын ауданындагы жаңадан салынып жаткан мектепке ат басын бурдук. Мунда да курулуштардын жартысы Өзбекстан элинин азаматтары болуп чыкты. Бияка не істеуге келдіңдер? Не жұмыспен келдіңдер бияка? İşlegen? Жұмыс істеуге келдіңдер ма? Қатыра дауыс шығарса, жұмыс істеуге келдіңіздер, не істедіңіздер? Сіздердің құжаттарыңыз қайда? Өздерінің куәландыратын құжаттары жоқ қой өздеріңізде? Yok. Қайда құжаттарыңыз? Жұмыс істейтін құжаттар бар ма? Bu yerде кім әкелдіңіздер бияка? Өзіміз келдік. Өзіңіз келдіңіздер ма? Ақша тауып жұмыс істеуге келдіңіздер ма деймін? Şunu yap. Қанша күн болды келгендеріңізге? Бір апта болды келгендеріңізге? Сізде өздеріңіз қазір паспортыңыз жоқ қой? Төлқұжатыңыз құжатыңызды? Yok hozir. Сіздерде ешқайсыңыз жоқ қой, Benim pasportum начальниğim Rustam. Кім есім начальнигіңіздің? Rustam değil, hozir kelib. Рустам деген? Вот пока өздеріңіз ешқайсыңызда паспорт жоқ қой қазір, Жоқ, паспортым. Қай неден, Ташкенттен қай жағынан келдіңіздер? Qashqadaryo. Қашқадариядан? Құжаттары жоқ шет ел азаматтарын полицейлер уақытша кабылдоо бөлүмүнө алып кетти. Абай ауданында Қазғұрт елді мекенінде мектеп соғып жатқан Өзбекстан Республикасының азаматтары жұмыс істеп жатқан анықталып, жеке басын тексеру үшін Абай аудандық полиция бөліміне жеткізіп, Рейд барысында 363 шет ел азаматтары аныкталган. 227-си әкімшілік камауга алынса, 42 заңсыз келуші тұлға республика аумағынан аластатылған. Үстүмүздөгү жылдың 16 маусым күнү саат түнгө 1:30 шамасында Сайрам ауданында Карабулак ауылунун тургуну 1994 жылғы азамат Opel Vectra автокөлүгүнөн келе жатып 1996 жылғы велосипедчини кагып кеткен. Содан жолдун каршы бетине чыгып кетип, КамАЗ жүк көлүгүнө кактыргызган. Нәтижесінде Opel Vectra жүргүзүүчүсү менен және осы көлүктө болгон 16 жастагы жолаучу менен велосипедчи окуя ордунда көз жумган. Орун алган окуя боюнча кылмыстык іс козголуп, тергөө жумуштары жүргүзүлүүдө. Аль-Фараби ауданының учаскелик инспекторлары Кайтпас шағын ауданындагы жабайы сауда менен күрөсүүгө көшөгө чыкты. Жол боюндагы заңсыз сауда менен айналышкан жеке тулгаларга әкимчилик шара көрүлүүдө. Бирок тийиштүү шара көрүлгенмен саудагерлер кайта баягы кәсибин жалгастыратыны жасырын эмес. Белгиленбеген орунда заңсыз сауда саттыкпен айланышкан азаматтар мен азаматчаларга Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде көрсетілген 165 баптың 1-ші бөліміне байланысты әкімшілік хаттамалар толтырылып отырмыз.